Сау саламатсыздар ма, қымбаттыларым? Бүгін еркін тақырыпта өмір сабақтары жөнінде әңгіме қозғайық. Бүгін сіздердің алдарыңызда шілделі айшық маңдай кимешегімен отырмын. Таңда осындай болып тігілді. Сіздерге қалай көрінуде? Осындай, міне, осындай болып тігілді, қымбаттыларым. Көкейге келген аты шілделі айшық маңдай, рет саны 60. Енді өмір сабақтары жөнінде біраз әңгіме қозғайық, е? Негізі айтып жатады, текті адам намысты ойлайды, тексіз адам өзін ғана ойлайды дейді. Қазақ халқы айтады, текті жерден қыз алсаң, басыңды төрге сүйрейді дейді, е? Негізі алып қарайтын болсақ, өмірде әйел адамнан көп нәрсе байланысты болып жатады әйел адамға. Негізі пысық әйелдерді алып қарайтын болсақ, үйінің де берекесін келтіріп, отбасының берекесін келтіріп, қандай да бір отбасын жоғары көтерілуге, өрлеуге сүйреп жатады, е? Сондай жақсы жағына, балаларының да керемет болғанын, жолдасын да қарасан, сондай берекелі, әдемі түрде жүретін жолдасын, балаларын көріп жатасың. Негізі алып қарайтын болсақ, қазақ халқы қызын өте жақсы жолда жүруге тәрбиелеген. Бұрынғы апа әжелерімізді алатын болсақ, қызға 40 үйден тыю деп, барлығын үйретуге тырысып баққан, е? Қыз балалардың шаштарын бір бұрымға өрген, және де бастарына тақиясын кидіретін болған. Тақия кидірудің себебі негізі аурудың барлығы мына төбеден келеді деп жатады, е? Сондықтан да қазақ халқы қыздарына бастарына тақия кигізетін болатын, қандай да бір қорған болсын деп. Және де желетке деп жатамыз, кеудеше кидіретін болған, е? Ол кеуде тұсы жылы жүрсін, ешқандай ауру жоламасын, пәле-қала жоламасын деп, және де қыз балаларға байланысты өздеріне салынатын әдемі ою өрнекпен тақиясын да, желеткесін де бірдей түрде өрнектейтін болған. Сонымен қатар алатын болсақ, қазақтың салт дәстүрінде де, ырым тыйымдарын да алып қарайтын болсақ, негізі тәрбиеге, тәрбиелі болуға қандай да тәрбие беріп жатады. Сондықтан да әр ана өзінің қызын жақсы жағына тәрбиелейтін болса, салт дәстүрді сақтайтын, қазақтың ана тілінде әдемі сөйлейтін, әр жерге барғанда өзінің мәдениетті түрде тәрбиелі екенін көрсете алатын, әдемі қызды тәрбиелей алатын болса, ертеңгі күні өзіне де мақтаныш, оның келін болып түскен жерінде, енесіне де, сол отбасына да мақтаныш болады. Сондықтан да тарихта алатын болсақ, біздің тарихта аты алтын әріппен жазылған үлкен ханымдарымыз болған, е? Домалақ ана, Умай анамыз, тағы да басқа Абай атамыздың мысалы аналарын алайық. Қазіргі замандағы да көптеген аналарды атауымызға болады. Сонымен қатар алатын болса, қыз балаларды негізі жақсы тәрбиелейтін болсаңыз, ертеңгі күні ол отбасын құрған кезде, өзінің отбасы болған кезде, үйінің де әдемі болғанын, көрікті болғанын, және де балаларының да тәрбиелі болғанын, көптеген өзінің іс-әрекеттерін жасап, еңбегін сіңіріп, сол отбасында сондай көп береке болып жатады. Және де қыз балаларды қандай да бір киім үлгілерін тігуге, үй жиһаздарын әдемілеуге, және де киіз басуға, сырмақ тігуге, алаша тігуге, тоқыма тоқуға, және де сонымен қатар киімді іс мәшінде тігуге білуге тәрбиелей білу керек қазіргі заманда. Себебі қазіргі замандағы, қазіргі ғасырдағы қыз балаларды алатын болсақ, жан-жақты дамыған болу керек деп мен өз басым ойлаймын. Ол тіге де білу керек, білімді де болу керек, және де өзінің отбасын ұйытқытып, қандай да бір берекеде ұстайтын, сол отбасының ұйытқысы бола алатын, ертеңгі үлкен ана, әжеге айналатын мықты аналардың біріне айналу керек. Сол кезде ол өз отбасын мықты сақтап, өзінің ұрпағының да
ертеңгі күні мықты болуына қандай да көптеген үлесін қосып жатады. Негізі қыз баласының тәрбиесіне көптеп үлес қосқан аналар өмірі мақтанышта болады, оларға құдағилары әдемі түрде құдағи жүзік салып жатады. Міне, қымбаттыларым, негізі қыз баласына көптеп көңіл бөліп тәрбиесіне, әдемі өмір сүруіне көптеген үлес қосыңыздар. Сау, саламатта болыңыздар.